нөмірлеу. Неге десеңіз, жаңа айтып жатқан 20 велосипедке рұқсат берілетін болса, 30 велосипед болып келеді. Сондықтан велосипедтің бетінде круглый табличка болу керек. Жаңа ИП мынандай деген, номер велосипед 1, 2, 3, 4 деген. Мен сондай қоғамдық кеңеске қалалық мәслихаттың депутаттарына ұсыныс беремін. Екінші, үшінші, картиненің жабығы бойынша онда қараңыздар. Бұл жерде де енді кафе болу керек. Бірақ енді тәртіпке сәйкес, меморандумға сәйкес орындамаса, онда көтерілмейді. Бесінші, сағат 23-ге дейін, сағат 10 түнгі 1:00-ге дейін. Оны да сіздер болсыңыз, оны да қараңыздар, полициямен бірге. Төртінші, шлагбаум. Леомордың қасына шлагбаум орнату бойынша. Бұл жерде шлагбаум орнататын болсаңдар, ары қарай Леомордан бастап амфибия кафесіне шейін бірнеше кафе орналасқан. Оған машиналар бару керек. Енді продукта бару керек, және мусор шығаруға мусоровоздар бару керек. Төртінші, ажатта кәсіпкерлерден шетте орналасқан олар айтуы мүмкін. Бер жағында кафеге кісілер келеді, қонақтар, бізге жете алмайды, жаяу жүргісі келмейді. Оны да қарау керек. Сосын алтыншы, жаңағы жылқы. Мен жылқыға кезінде жаңағы осы азаматшылар келген кезінде біздер енді жетім қыздардың осындай көмектеседі. Сол кезде мәслихатқа ұсыныс бергенбіз. Бірақ енді кейін кезде қалар біздің найлы көйіп бара жатқан байлысы жылқыға егер де халықтың ұсынысын тыңдау керек деп ойлаймын. 1,8 километр. Осы жерде велосипедтердің бәрі орналасқан. Енді мына 1,8 мына жерде осы жерге 1 километр келеді. Мына 14-ші микрорайон мен 15-ші арасындағы жол, мына жерден бастап Астана деген магазин, мына жерден біз жабамыз. Велосипед өтпейді бұл жағарай. Мына жерден бүгін мен тапсырма берем, қазір осы жерде қызметкерлерге кешке жаңа фундаментте блокта келіп қоясыңдар. Арасынан тек қана коляска өтеді бұл жерден. Велосипедтердің бәрі мына жақта қалу керек. Мынау игровой зона болу керек. Менің ұсынысым, мынау игровой зона. Осы жерде велосипедтер болу керек. Ал халық тек демалам десе, мына жақтан 1 километр 750 метр мына жерге шейін жүре алады. Сіз екі айтылған жерге фундаментті блокқа барып қоясың, арасынан коляска ғана өтеді, бетіне запрещающий знақты сурет саласыңдар. Былай қарай велосипед, сосын семейный велосипед бар, 8 адам отыратын бар, соған запрещен деп. Ана Астананың қарама-қарсы жағында тек қана игрушкалар болады. Игрушкалар азамат көрсетті ғой, ешқандай машина жүрмеу керек. Кімнің машинасы жүретін болса, бүгін жаңа ұстап қағаздардың шетіне жазып беріңдер. Егер де машинасына контроль жасай алмайтын болса, онда сол алаңнан кетеді велосипед бар адам. Айттым, аналар сіздер маған кешірім сұраймын, сіздерден деген жалғыз болсаңыздар да, біздің артымызда, сіздердің арттарында 45 ана маған арыз жазып отыр. Мен сол жерге тұрғызыңыз дейді. Сондықтан ешкімге ұлықсат берілмейді.